жасап сөйлесіп деген сияқты. Яғни бұл және ментальная энергия. Сосын духовная энергия. Эмоциональный энергияны біз кешке жақын, кешкі 6-дан 7-ден бастап 10-ға дейін беру керекпіз. Яғни жақындарымызды құшақтап, сүйіп, бала-шағамен ішкі эмоцияны білдіруге болатын уақыт десек болады. Ментальный энергия ол біздің жұмыс, қарым-қатынас, переговоры дейді, переговоры, бизнеске жұмыс жасайтындар, мысалы, бұл яғни 9-дан кешкі 6-ға дейін болу керек. Яғни біздің энергиямыз. Духовная энергия, енді қараңыз, бұны қай уақытта береміз? Ең дұрысы, духовный, мысалы, 100% энергияны, осы энергия мыналарды питайды. Міне, мыналарды. Енді қараңыз. Таңертеңде ерте тұрдыңыз. Сіз таңертеңде тұра сала көп адамдар эмоциональный энергия, ментальный энергияға кіреді. Бірінші біз духовный энергияны алуымыз керек. Яғни таң намазы деп атамыз, таң намазы, дұға. Одан кейін біз физически беру керекпіз. Сосын эмоциональный энергияны ол кешке, бізде ментальный энергия, 9 бен 6-ның арасы. Яғни духовный энергия түскі уақыт, түскі уақыт. Яғни сіз Аллаға бір дұға етіп алу керексіз, намаз оқымасаңыз да. Одан кейін, түстен кейін жаңағы эмоциональный энергия, мысалы, 6 мен 7-ның арасы, яғни ақшам намазы болады, эмоциональный, примерно ақшам намазы күн батып бара жатқанда сол. Яғни осы уақыттардың бәріне 5 уақыт деген уақыт намаз, ол да сізге энергия береді. Немесе құлшылық, дұға, Алланы еске алу. Осы